Техникалық хатшы. Бұйрық көшірмелері техникалық хатшылар тарапынан Платонус жүйесінде талапкерлердің жоғарғы оқу орнына түсу үшін өтінішінің статусы қабылданды. Құжаттардың түпнұсқасымен расталды болған жағдайда Smart-ENU жүйесі арқылы синхрондау негізінде қалыптастырылады. Ол үшін техникалық хатшы ең алдымен Smart-ENU жүйесіне кіруі қажет. Оң жақ панельде көрсетілген құжаттар маған қатысты құжаттар модуліне өтуі тиіс. Ашылған бетте интеграция жасау үшін интеграция батырмасын басып, ашылған терезеден академиялық дәрежені таңдап, сәйкес бұйрық номерін, бұйрық күнін енгізуі қажет. Ескерту, бұйрық номер мен күнін қатесіз енгізуіңіз тиіс. Бұл құрылғалы тұрған көшірме құжатында тікелей көрсетілетін мәліметтер. Төмендегі көрсетілген тізімнен өзіңізге қажетті білім алушыны таңдау үшін іздеу өрісіне аты жөнін жазып, Enter батырмасын басып іздеу жасаңыз. Білім алушыны таңдау үшін жсен алдында көрсетілген батырманы басыңыз. Тағы да білім алушыны қосу үшін іздеу жолында тұрған аты жөнін өшіріп, алдыңғы реттілік бойынша іздеп қосуыңыз қажет. Ескерту, тізімдегі білім алушылар үшін бұйрық көшірмесі құрылса да, таңдау жасау тізімінен өшірілмейді. Барлық өріс толтырылғаннан кейін синхрондау батырмасын басыңыз. Интеграция сәтті жасалғандығы туралы хабарлама шыққаннан кейін ашылып тұрған бетті бірнеше рет жаңартып, фильтр арқылы іздеу жүргізіңіз. Ол үшін фильтр батырмасын басып, статус келісуде. Құжат түрі оқуға қабылдау туралы бұйрықтан көшірмені таңдаңыз. Өзіңіз интеграция жасаған бұйрық көшірмелерін көру үшін орындаушы өрісіне аты жөніңізді енгізіңіз. Іздеу батырмасын басыңыз. Орындаушыны таңдамаған жағдайда сізге барлық техникалық хатшылар жасаған бұйрық көшірмелері көрсетілетін болады. Журналда осы уақыт аралығында интеграция жасалып үлгерген көшірмелер көрсетіліп тұрады. Дәл осылай фильтр арқылы бірнеше уақыттан кейін қайта іздеу жасасаңыз, тізімнен таңдалған білім алушылардың барлық көшірмелері құрылып тұрады. Көшірмені көру үшін көру батырмасын басыңыз. Құжатқа өту бетін таңдаңыз. Көшірмелер бірден келісуде статусында болып интеграция жасалынады. Келесі кезекте құжатқа қол қою қажет. Жауапты хатшы. Құжатқа қол қоюы тиіс. Жауапты хатшы жүйеге кіріп, құжаттар маған қатысты құжаттар модуліне өтуі тиіс. Фильтр батырмасын басып, статус келісуде, құжат түрі оқуға қабылдау туралы бұйрықтан көшірмені таңдаңыз. Қажет болған жағдайда орындаушы өрісіне техникалық хатшының аты жөнін жазып, тек сол тұлғаның интеграция жасаған көшірмелерін көруіңізге болады. Іздеу батырмасын басыңыз. Сізге интеграция жасалынып қойған көшірмелер тізімі көрсетіледі. Тізімде автордың алдында көрсетілген таңдау батырмаларын басып, қол қоюды басыңыз, электронды цифрлық қолтаңба арқылы қол қойыңыз. Осылайша сіз бірнеше көшірмеге бір уақытта қол қоя аласыз. Ал қол қойылған көшірмелерді көру үшін фильтрдегі статусты келісілді деп таңдап, іздеу батырмасын басыңыз.